Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді шоколадты сметанник пирогының рецептісімен бөлісемін. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары май, қантты салып 1-2 минут араластырамыз. 2 жұмыртқа қосып араластырамыз. Какао ұнтағын қосамыз. Бір шай қасық қопсытқыш ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Пергамент қағазы төселген формаға қамырды салып, біркелкі етіп орналастырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 600 грамм қаймаққа 5 жұмыртқа, қант, ванилин қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Формадағы қамырдың бетіне біркелкі етіп құйып, 175 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз піскен соң 100 грамм шоколадқа 30 грамм өсімдік майын құйып, микроволновкада не болмас сулы баняға қойып ерітіп аламыз. Біркелкі етіп араластырып, піскен пирогтың бетіне құйып тегістейміз. Шоколадтың беті қатқанша қойып қоямыз. Шоколады қатқан соң кесіп, қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға береміз. Өте дәмі птичье молоко конфетіне ұқсас келетін пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.